Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, үмметім қаншалықты ауыз ашуға асыға береді, соншалықты ол жақсылықтың үстінде болады дейді. Енді осы хадисте мен түйіп отырмын, әйел адам кейде еркектен де осы Рамазанда сауапты көбірек алады ма деп ойлап қалам. Неге десең, ауыз ашуды ойлайтын, уайымдайтын ол бірден бір әйел адам. Әйел адам дүкенге барып, азық-түлікті алып келіп, ол асты дайындап, кешке дейін асығатын адам осы әйел адам. Міне сол кезде әйел адам дұға тілегін айтып жүретін болса, дұға тілегі қабыл болады. Бір әпкеміз айтады, мен бір жыл оразада ауырып, ораза тұтамай қалдым дейді. Бірақ күйеуіме, бала шағама сол сәресіні кешке ауыз ашарды беріп жүрдім, сол кезде дұға тілегімді айттым. Сол кездегі дұға тілектерім қабыл болды дейді. Қараңыз. Сондықтан да аналарымызға, әпке қарындастарымызға айтатынымыз, сіз қашан ниет ете бастайсыз, мен ауыз аштыруым керек деп, ауыз ашқанша сіз Алланың мейіріміне бөленесіз. Бұл еркектер ғой, жаңа дайын асқа тық қасық болып келіп отыра қалатын. Сондықтан бұл әйел адамдарға сүйінші.